Санжар Боқаевтың бұл жолғы бақылауы сұмдық бір ақиқаттың бетін ашты. Достар Салем, экстренно выехали сейчас ночью на речку Большая Алматинка, потому что местные жители скидывают нам видео и сообщают, что там производится погрузка и вывоз вот натуральных вот этих вот гранитных плит. Так вот, мы приехали сюда, на Большую Алматинку, и стали выжидать. Действительно, вот подъехал очередной манипулятор. Белсенді каналдың жиегіндегі гранит тастарды қараңғыда қопарып көлікке тиегендердің артынан ілеседі. Бірақ көлік әкімшіліктің базасына қарай емес, Талғар ауданына қарай жүрген. Ассалаумалейкум. Есіміңіз кім? Есімім Жақсылық болады. Жақсылық, мына тасты қайдан алып келесіз? Бүгін свалкадан алдық. Қай свалкадан? Бүгін айтейден. Айтей? Мына жерге неге алып келіп жатсыз? Бушки заттарды мынау сынған ғой бушки. Сол алып келіңіздер. Сынбаған цельный ғой, цельный. Привозят и сдают, продают в цеха по изготовлению вот надгробных плит. Вот даже комментировать не могу, вот даже, знаете, настолько неприятно это все. Көтереге ашылған жүргізушіге гранит тастарды қайта тиеткен белсенді оны алған жеріне қайта апартады. Бірақ бұрынғыдай 102 шақыртып хаттама толтыртпайды. Себебі оның нәтижесі жоқ деп есептейді.